Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен не үйрендім? Бүгінгі сабақта табиғат құбылыстары бөлім бойынша алған білімдеріңді пысықтайсыңдар. Бірінші жаттығу. Берілген сөздерді оқимыз. Бүгін күн ұясына қызарып батса, ертең күн ашық болады. Және суретке назар аударамыз. Бірінші суретте батып бара жатқан күн бейнеленген, ал екінші суретте ашық күн бейнеленген екен. Осыларды пайдаланып, мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжауға бола ма? Әрине болады. Яғни біздің мәтіннің тақырыбы ауа райы туралы болады екен. Олай болса, екінші жаттығуды оқимыз. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады, деді Әли. Оны қайдан білдің, деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық, әрі жылы болады деп үйреткен атам. Оқушылар, біз сурет арқылы және берілген сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын болжадық. Енді осы мәтінге тақырып ойлайық. Қандай тақырып қоюға болады? Ауа райын болжау. Оқушылар, осы мәтіндегі атау септікте тұрған сөздерді табайық. Олар қай сөздер екен? Әли, Сәрсен, күн, атам. Енді осы сөздерді септеп жазамыз. Олай болса, уақыт кетті. Оқушылар, жазып болдық па? Тексеріп көрейік. Атау септік. Сұрағы кім не? Әли, күн. Ілік септік. Кімнің ненің? Әлидің, күннің. Бар септік. Кімге, неге? Әлиге, күнге. Табыс септік. Кімді, нені? Әлиді, күнді. Жатыс септік. Кімде, неде? Әлиде, күнде. Шығыс септік. Кімнен, неден? Әлиден, күннен. Көмектес септік. Кіммен, немен? Әлимен, күнмен. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаймыз. Үшінші жаттығу. Берілген суретке қараймыз. Жылдың қай мезгілі бейнеленген? Қыс мезгілі. Осы суретті және берілген ақпараттарды пайдаланып, хабарлама жазамыз. Алдымен берілген ақпараттарды оқып алайық. Желдің жылдамдығы секундына 2-4 метр болғанда, ауаның температурасы -25-29 және одан төмен болғанда, бастауыш сыныптарда сабақ болмайды. Хабарлама жазу үшін мына нұсқаулықты басшылыққа алыңдар. Қаратпа сөзді қолданыңдар. Мәнерлі айтуға жаттығыңдар. Сыныптастарыңа ақпаратты айтыңдар. Олай болса, уақыт кетті. Оқушылар, тапсырманы орындап болдық па? Олай болса, тексеріп көрейік. Хабарлама. Оқушылар, ертең ауаның температурасы -29 градустан төмен болғандықтан мектепте сабақ болмайды. Осы хабарламаны достарыңа жіберіңдер. Енді сендерге тапсырма. Осы хабарламадағы септік жалғаулы сөздерді табамыз. Олар қай сөздер екен? Оқушылар, қай септікте тұр? Атау септігінде тұр екен. Ауаның, ненің? Ілік септігінде тұр. Түбірі ауаның, ілік септігінің жалғауы. Сабақ, атау септігінде тұр. Атау септікте жалғау болмайды. Мектепте, түбірі мектеп. Те, жатыс септіктің жалғау екен. Төртінші жаттығу. Көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікте қойып жазыңдар. Және Мараттың қандай оқушы екенін анықтап отырыңдар. Атау. Барлығыңа үлгі болар қарақтар, байсалды да, ақылды да Марат бар. Ілік. Жеке басым,
ең алдымен Мараттың жас үлкенді сыйлағанын жараттым. Барыс, сенбейсің бе? Күнделікті парақта талай бестік қойылыпты Маратқа. Табыс, батыл емес дей алмайсың. Маратты сол үйретті ауылдағы бар атты. Жатыс, алғыссыз күн болған емес Маратта, жетеді онда ынта жігер талапта. Шығыс, қай өнерде табылады Мараттан, ән салғанда жұртты аузына қаратқан. Көмектес, міне сондай жақсы бала Маратпен дос бола алмай жүргендер де бар әттең. Қадыр Мырзали. Оқушылар, Марат қандай оқушы екен? Қазір топтастыру жасайық. Марат байсалды, ақылды, әдепті, білімді, батыл, ынталы, жігерлі, талапты, өнерлі бала екен. Біз де осы Марат сияқты оқушы болайық. Оқушылар, біз осы бөлімдегі алған білімімізді сынап көрейік. Қазақ тілінде неше септік бар? Ал ойланыңдар. Қазақ тілінде 7 септік бар екен. Қай септікте жалғау болмайды? Атау септікте жалғау болмайды екен. Ілік септігінің сұрағын көрсет. Ал ойланыңдар, қайсысы деп ойлайсыңдар? Ол кімнің, ненің? Шығыс септігіндегі сөзді тап. Ағаштарды, ағаштардан, ағаштарға, ағаштардың. Қайсысы екен? Ағаштардан. Көмектес септігінің жалғауларын көрсетіңдер. Олар қайсысы? Мен, бен, пен. Барыс септіктің жалғауы бар сөзді көрсетіңдер. Оқушыға, дәптерге, орындыққа. Партада, мұғалімде, үстелде. Тақтаны, борды, терезені. Өшіргішпен, сөздікпен, қолмен. Ал ойланыңдар, қайсысы деп ойлайсыңдар? Ол оқушыға, дәптерге, орындыққа екен. Табыс септіктегі сөзді белгілеңдер. Ол қай сөз? Шекараны. Нені деген сұраққа жауап береді екен. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Табиғат құбылыстары бөлімі бойынша алған білімдеріңді пысықтадыңдар. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар.